адамсың, сен іздеп шынға шықтым. Ассалаумағалейкум достар, сіздер менің Қазақ Орда каналым. Видеоның басым жатып, сіздердің тек біздің каналға тіркеліп лайк бассаңыздар болғаным. Тек қолды көрсетіңіздер достар, жазылыңыздар. Тек жазылсаңыздар және де лайк басып жіберіңіздер. Аямай лайкпен қолдасаңыздар болады достар. Алдыңғы недер жасырған едім. Ман Сити мен Реал кім жеңеді счет дұрыс жазсаңыздар, сіздерге 500 теңге аударымды. Енді өкінішке орай ешкім таба алмады. Одан кейінгі жазылған нелерде енді жігітше айтылды, оларды есептемейтін боламыз. Бұйырса тағы да турнирлер болады, бұйырса оғанды жасайтын боламыз, Алла қаласа. Бүгін бізде екінші аккаунтымыздан кішігірім пактар ашатын боламын, және де өте жақсы пактар бар. Самоцветтерді де жұмсайтын боламыз. Мұндай қатты бір самоцветтер жиналған жоқ бұл аккаунттан, бірақ әйтеуір күніге кіріп тұратын боламын. Енді бұл жерде бізде бірінші тотстар, сол баяғы қайты ой субчествода мына жердегі тотстардан ашатын боламыз. Бұл жерде енді 62 мүмкіндік бар. 2 мүмкіндіктен де көремін боламыз. Бұл жерде тотс ойыншы 103 рейтингті берді. Жақсы. Екінші мүмкіндікті көреміз. Бұл жерде де тоже самоцвет 500 самоцвет берді, алдық бұнда, және FIFA points берсең тіптен жақсы болар еді. Көрек. Бұл жерде тренировка беріп кетті өкінішке орай. Мұраттар шықса да әттен жақсы болар еді. Сатуға да мүмкіндік, бірақ сатылмайтын ойыншы екен. Енді бұл жақта бізде премьер лигада жинап қойған елеріміз бар еді. Киран Триппер қазір рынокта бар ма бұл ойыншы? Бұл ойыншы да сатылмайды. Өкінішке орай, бірақ енді мына жердегі ойыншыларды ашайын ба. Тома дұрыс-ау деп ойлап отырмын. Или пактан да көруге болатын мүмкіндіктер бар. Пактан может бір ойыншы ұстап қалармыз. Көрейік пактарды. Ондай қатты бір Трипперді алып, оған бәрі жұмсамайтын болсақ не керек? Бірден волкаут. Украиналық футболшы. Арсеналдың Зиченконы ұстадық. 109 рейтинг пакта. Өте жақсы. Зиченконы ұстап болдық. Өзім баялет ететін клубының ойыншысы. Осы жыл әттен жолымыз болмады. Бірақ бір рет ашу керек екен бұларды да. Біріншісінде бірден ұстап алдық, әйтеуір жақсы. Мына жақта дұрыс ойыншылар жоқ. Алайын десең жақсы, Трипперді аламыз. Мүмкіндік осы ойыншыға келіп тұр екен. Ала салай 110 рейтингті ойыншы Киран Триппер. Бұйырса сатылатын жар алда уақытта. Правожащитник, Ньюкаслдың ойыншысы. Осы жылы енді келесі жылы лига чемпионды ойнайды бұлар. Неяқта біздер енді Бундеслиганы әзір ойнаған жоқпыз. Дұрыс енді білмеймін. Бундеслигада дұрыс шамалы ойыншылар келмепті мынаяққа да. Треймел білмеймін қайда жоқ ойыншылар келген. Бірақ енді өзінің турнир онда қатты бір керім емес қой енді Бундеслигада алып батқан. Енді мына жерде Анрей шыққан екен. Көрек. Может быть ойыншы ұстап қалармыз, или шықпайтын болар, или шығатын болар. Жоқ. Тренировка берген екен. Және 104-ші ойыншы беріпті. Жақсы, болай болады. Және де жаңа события келген еді. Что если дейтін мүмкіндік болса деген. Бұл жерде жақсы ойыншылар бар. Кішкене болсын енді. Танылмай қалған ойыншыларды шығарыпты. Задеш дегендер көп ойнамаған ойыншыларды шығарған екен бұл событияда да. Ондай қатты өнер көрсетіп жүрген ойыншылар емес. Білмеймін, бірақ енді керек бол жатса алуларыңызға болады ішіндері. Оларды және пактардан да шығу мүмкін. Мына жақта енді біздер әзір ашайық бұларды да. Кішігірім ашып кетейік. 1000 жинап қойыптым, әйтеуір күніге кірем, әйтеуір ойнап кетем. Бір қарайым, ойнап кетем, әйтеуір сонымен әйтеуір жиналғаны барыда, нарыда осы болып тұр. Өкінішке орай. Енді жақсы бұлай болады. Екінші аккаунт болғаннан кейін кіріп кетесің, тек жасап, ойнап кеткеннен ондай қатты ойнай бермеймін. Барынша енді
жасауға тырысамын, жақсы ойыншылар түсіруге, кішігірім пак болсын деген сияқты қылып ашқаным ғой екінші аккаунтты. Бұл жерде ойыншылар жоқ, ешқандай. 104-тер берем екен. 104-тер түссе жақсы болар еді. Мудрик беріпті ғой. Мудрик те өте жақсы ойыншы. Мудрик вообще білмеймін, неге алды Челси деймін. Білмеймін, енді келесі жылы енді Лига чемпионға шықпады ғой Челси. Енді көп ойыншылар кетуі мүмкін. Содан ішінде қалатын осы Мудрик ау. Мудрик қалса онда келесі жылы жақсы өнер көрсетуі мүмкін. Қалып қоюға. Адал болып қалып қоюына өте жақсы мүмкіндік бар. Челси енді Лига чемпионда ойнамайды тоже. Тек чемпионға таласуға болады ғой. Шанс бар ғой, мүмкіндік бар кезде таласқандар дұрыс ау деймін. Бұл жерде 300 монета тоже. Көрек кімді береді екен. Ешқандай ойыншы жоқ. Мендерді де ашып көреміз қазір. Мүмкіндік болса, мендерді де ашып көретін боламыз. Мен игроктарды көрейін қазір. Кімдер жинап қалды екен бұл жаққа да. 103-тен біреу жиналыпты. Және 108-дерден көрек. Жоқ, 3 ойыншы түрген тек. Қазір оны алған мен бәрі жетпейтін сияқты. Жақсы, магазиндегі нені көрек, мүмкіндіктерімізді. Осы жерде мүмкіндіктер бар. Енді білмеймін, мына событиялар берсе енді келесі аптаны күтетін боламыз. Сол кезде енді жақсы ойыншылар түсіп қойды. Мүмкін. Енді осы жаңа келген событиядан ашатын боламыз. 1000 самоцвет жұмсаймыз. Бұл жерде жақсы ойыншылар бар, көмерларды алуға тырысатын бола. Бұл жерде 1000 самоцветім кетті. Көрек. Ойыншы қысыр. Рау. Кім екен бұл жерде? Хорватиялық ойыншы Цап. Ториноның ойыншысы Власич. Шығыпты 107 рейтингті. Купон 200 купон беріпті. Өте жақсы. Бұлай ойыншы шығып тұр енді бұл жақта да. Әйтеуір бір ойыншы келгенің өзі. Қайда жатыр? Бесплатный көрейік тағы да. Может быть, бұл жақтан да ойыншы беріп қалар. Екінші раунд себеппен жоқ. Ешқандай ойыншы жоқ бұл жақта да. Осылай достар, енді білмеймін, мына жердегі пактардың бәрін аштық, және бізден ойнағаннан кішкене қиындау болып тұр болғанда да. Енді абонементтерімізді алып көрейік. Мүмкіндік болса осы жерде де бір шанс болып қалар деп ойлап едім. Жоқ, ешқандай ойыншы жоқ. Флорентино дейтін ойыншы шықты. Осылай достар, біздерді қолдап енді каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, сіздердің де қолдау күтем. Барынша енді достар, білем түсінем, кішкене қызықсыз болып жатқан шығар, бірақ берсе Алла қаласа жақсы қолдар алатын боламыз. Қазіргі уақытта жұмыспен ютубта ала жүру өте қиын нәрсе, бірақ енді ерінбеген адам одан да өтіп шығатын болады. Бұйырса сіздердің қолдауларыңыз арқылы. Ал достар, каналға жазылып лайк бассаңыздар болғаны. Сіздерге рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.